Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен аузыңызда ерейтін, өте жұмсақ болып, өте дәмді болып шығатын муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал енді қалай шыққаны қызық болса, видеоны соңына дейін үзбей қарап шығамыз. Бисмилля. Алдымен 2 стакан ұнға 1 ас қасық нан соды салдым. Сосын 1 жұмыртқа қосып, бірінші араластырып алдым да аздап. Одан кейін оған 250 грамм, яғни 2 стакан ұнға 250 грамм сарымай қоссаңыз болады. Майлылығы қанша пайыз болатын маңызды емес, кез келген сарымай қоссаңыз болады. Енді ұн мен сарымайды осылай қолымызбен біраз араластыруымыз керек. Әбден ұнымыз сары түске боялып, бір-біріне жабысатындай қалыпқа келу керек. Мен бұны бір 7-8 минуттай араластырдым. Енді бұл сап-сары болып, мінекей бір-біріне жабысатындай қалыпқа келді. Қолыңызбен жабыстырып көрсеңіз болады. Мінекей. Енді дайын болған қамырымызды дөңгелек шариктерге жасап алсақ болады. Осылай ыңғайлы, өйткені бұны алдағы уақытта мясорубкіден өткізетін боламыз. Осылайша барлығын дөңгелек шариктерге айналдырып аламыз. Менде 15 шарик дайын болды. Айта кетейін, мен дәл осыны 28 ақпан күні дайындадым. Сосын дайын болған шариктерімізді осылай пакетке салып, мұздатқышқа салып қойсақ, ол 3 апталап, 1 айлап тұра береді. Мұздатқышта ешқандай да өзгермейді. Кез келген ыңғайлы уақытта алып пісіріп алсаңыз болады. Енді жаңағы айтқанымдай, бұны мен 28 ақпан күні дайындадым, ал 9 наурыз күні пісіріп алдым. Яғни мұздатқыштан шығарып, бөлме температурасында кішкене жұмсартамыз. Одан кейін осылай мясорубкіден өткізіп алатын боламыз. Яғни пештің табасына пергамент қағазымызды төсеп, осылай мясорубкіден барлығын өткізіп, тегістеп жазамыз. Барлығын бір уақытта өткізбейміз. Енді мына жерде 7 дөңгелекті өткізіп алдым. Бір тегіс төселген қамырды 180 градуста қызып тұрған пеште сәл осылай түрін өзгерткенше пісіретін боламыз. Қатты қызарып кетпей, сарғыш болып піседі. Бізге осылай сарғыш болып піскен ұнайды. Біреулер мүмкін қызартып піскен ұнататын шығар. Енді оны араластыруға ыңғайлы ыдысқа салып аламыз. Бұл енді қолмен де, қасықпен де осылай аралары бөлініп, оңай езіледі. Бұған мен сгущенканың қоңыр және кәдімгі молочный түрін екеуін де бірге қосатын боламын. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатырған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Әбден араласқан муравейникті кесе болсын, рөмкі болсын, сондай ыдысқа салып, одан кейін тарелкаға төңкеріп, әдемі пішінде қойсаңыз болады. Менде дәл осы кезде үйге қонақ келіп қалып, асығыс болып, енді сізге тек қана бір түрін көрсетемін, яғни атына сай құмырсқаның илеуі атты қазақша аударғанда. Солай құмырсқаның илеуіндей қылып, тау сияқты осылай үйіп қоямын тарелкаға. Одан кейін бетіне менде кішігірім шоколад қалған екен. 8 наурызда клубника дайындаған болатым, содан азғантай шоколадым қалыпты, соны бетіне сеуіп, узор салып жатырмын. Бұл тіптен әдемі көрінеді. Ал міне достар, осылай өте керемет, дәмді муравейнигіңіз дайын. Бағасын өздеріңіз беріп кетіңіздер, комментарий жазуды да, лайк басуды да ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.